Сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі өтетін сабағымыз 4-ші сыныптың 63-ші сабағы. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өзіңді тексер. Бүгін біз тапсырмаларды орындау кезінде білімімізді қолданамыз, білімімді қорытып бағалайтын боламыз. Бірінші тапсырма сөз жұмбақты шеш. Сөз жұмбақтың бірінші сұрағы ақын Сейфуллиннің аты кім? 2. Түр тұлпаты өзгеше, қоңқақ, тұмсық, сұр аң. Бұл тарауды оқыған қай аңның сипаты? 3. Сатылмайтын нәрсені сатып алған кейіпкер кім? 4. Құмдағы құпия мәтінінің кейіпкері кім? 5. Есімі таудың атауына айналған кейіпкер кім? Енді осы сұрақтардың жауабын біртіндеп сөз жұмбаққа орналастырып шығамыз. Сәйкесінше Сейфуллиннің аты Сәкен екен. Ал тарауды оқыған Құралай. Сатылмайтын нәрсені сатып алған шаруа. Құмдағы құпия мәтінінің кейіпкері Темір. Есімі таудың атына айналған батыр. Ол Толағай екен, балалар. Екінші тапсырма көп нүктенің орнына тиісті сөзді қой. Сәуір болмай, тәуір болмас деп бұрынғылар текке айтпаған. Сәуірдің басындағы суық бітпей, жаз шықпайды дегені. Деп Қарабас әр айдың мәнін айта бастады. Кімге айта бастады? Бұл мәтін сендерге таныс. Біздің білуімізше сендердің өткен тақырыптарыңнан бұл көп нүктенің орнына қойылуға тиіс сөз абайға деген сөз болады. Яғни бұл сол мәтіннен алынған үзінді, яғни сәуір болмай, тәуір болмас деп бұрынғылар текке айтпаған. Сәуірдің басындағы суық бітпей, жаз шықпайды дегені деп Қарабас абайға әр айдың мәнін айта бастады. Үшінші тапсырма жаумай жауын жалғыз тамшы, қайтсем жауын жаудырамын деген сөйлемдерден кейінгі оқиғаны әрі қарай әңгімеле. Бұл Толағай ертегісінен алынған үзінді. Жаумай жауын жалғыз тамшы, еккен егін өнбей жерге, еткен еңбек ұшты желге, қайтсем жауын жаудырамын, ел сусынын қандырамын деп Толағай еркелеп анасынан сұрады. Сонда анасы қарлы шынды тау жерінде, тарбағатай өңірінде үзілмейді жылда жаңбыр. Толағай табиғаттай тауына, тарбағатай тауына жолға шықты. Аман-есен тауға жетіп, арасынан басында қары мен бұлты етегіне жайылған аны ағаш бұтағымен бір шоқыны икемдеп арқасына салып алып еліне жол тартты. Шаршап белі талса да демалсам, орта жолда қалып қоярмын деп демалмастан еліне жетті. Еліне жетуі сол екен, тау басындағы бұлттардан жаңбыр жауып берді. Жер суланып, халық қуанып мәз болды. Тауды қоямын дегенде Толағайдың аяғы тайып кетті. Шаршап келген дене таудан шыға алмай, тау астында қалып қойды. Анасы көз жасын бұлап қала берді. Толағай батыр өзі өлсе де елін қуантып, жерін көгертіп кетті. Жаңбыр жауған сайын елі Толағайды еске алатын болыпты. Төртінші тапсырма Крыловтың жапырақтар мен тамырлар мысалы мен суреттегі шегіртке мен құмырсқа мысалының кейіпкерлерін мінез құлықтарына қарай қалай топтастырар едің? Яғни екі кейіпкердегі жапырақ пен шегірткенің мақтаншақтығы, жалқау кейіпкерлер ретінде топтастыруға болады. Екеуінің мінезі бір, ұқсас. Ал негізінде барлық еңбек құмырсқа мен тамырдың еншісінде екен. Бесінші тапсырма күн райы күрт жылынша бұл баспаналардың қайсысы бұзылады? Бұл баспаналарды алдын біз өтіп кеткен болатынбыз. Бұл баспаналардың ішінде иглу, яғни тез суық ауа райына арналған үй, себебі ол мұздан жасалады. Ал күн жылынса мұз еріп кетеді. Бұл тек қана аязды, қарлы жерде ғана жасауға болатын үйшік түрі екен. Келесі тапсырма бұл сипаттамаларды қай шығармалардан оқыдың? Қылшылдап, жаландап, ысқырып, санын сабалап, аузын ашып, бет қарып, ұшқын шашып. Саған бұл сөздер таныс па? Бұл сөздер қай шығарманың өлең жолдары деп ойлайсыңдар? Әрине, бұл Сәкен Сейфуллин ағамыздың Қызыл шұнақ өлеңінен алынған үзінді. Шытынайды тыстай аяз, қызыл шұнақ үскірік, қылшылдайды жаландап, зәрлі деммен ысқырып. Ұшан теңіз қалың қар жерді басып жабады, шұнақ аяз жаландап, екі санын сабады. Мұздай демі бет қарып, аяз аузын ашады, құлақ танып қызыл күн, жасыл ұшқын шашады.
Келесі тапсырма ертегінің түрлерін есіне түсір, көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қой дейді. Салт ертегісі, ғажайып ертегісі және де туралы ертегісі дейді. 8-ші тапсырма табиғат қалай ашуланады немесе табиғаттың мінезі тақырыбында эссе жаз. Эссе жазуда эпитет және теңеу сөздерді қолдан. Яғни тұрмыс салт ертегілері, жануарлар туралы ертегілер және де қиял ғажайып ертегілер, осы үш ертегі түрі бар екен. Осы көп нүктенің орнына осы сөздерді жазамыз. Ал келесі тапсырма табиғат қалай ашуланады сөзіне, яғни тақырыбына эссе. Яғни біздің қоршаған ортамыз ол табиғат. Табиғат адамдарға берген үлкен сый. Табиғат ашуын ауа райы, табиғат құбылыстары арқылы білдіреді. Тау тасты қопырған алапат жел, жарқырап жерді тесер найзағай, бұршақ болып түскен нөсерлеткен жаңбыр, қақаған сүйек қақсатар аязы, осының бәрі табиғаттың ашуы. Жазда жасыл, күзде алтындай сарғайып, қыста ақ көрпесін оранып, көктемде көгеріп құлпырған табиғат қандай керемет. Адамдардың табиғатсыз күні жоқ деп бекер айтпаған. Теңеу эпитет сөздеріміз дегеніміз ол алтын, алтындай, күмістей деген сияқты теңеу яғни сөздері. Яғни осы сияқты ұқсас сөздерді, теңеу сөздерін пайдалана отырып өздерің эссе жазсаңдар болады. Келесі тапсырма айтыс түрінде жазылған өлеңнің кейіпкерлерін ата және де 4 мезгілдің айтысын ұйымдастырыңдар дейді. Айтыс деген пікір-талас алаңы, яғни әрқайсысы өзінің пікірін айтып, және де ең соңында біреу жеңіп шығады, болмаса бітімгершілікпен бітеді. Ал алдыңғы тақырыпта бізде айтыс түрінде жазылған өлеңнің кейіпкерлері бұл Аяз бен Қыдыр болатын. Ал енді 4 мезгілде айтыс құрастырып көрейік. Қыс айтады: мен ең қатал әрі салқын мезгілмін, сол үшін жұрт мені жақсы көреді, аққала жасап ойнайды деп көш бастайды. Көктем айтады: жоқ, сен қателесесің, мен ең кереметімін, гүлдерді өсіремін, қарды жинаймын, адамдарды қызықтырамын дейді. Жаз үндемейді, ал күз болса: мен ең әдемісімін, алтын күзді көрсетіп, жапырақтарды керемет түске боядым. Сонда жаз айтады: иә, әрқайсымыз жақсымыз, бірақ адамға қаупіміз де бар. Мысалы, қыс сен боран жасайсың, адамдарды азапқа салып қар күретесің, содан соң адамдардың белі ауырады және тоңдырып суық тигізесің. Ал көктем сен адамға сел қаупін төндіресің. иә, менікі де бар, көп температурада адамның басынан күн өткіземін. Күз сен жаңбырмен басасың. Бәрі үндемеді. Ең соңында жаз жеңеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа көп рахмет. Сабақ ұнаса тіркелуді және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.